Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге қаймақ пен сметаник пирогының рецептімен бөлісемін. Өте нәзік әрі дәмді, ауызда еритін пирог. Сіздерге ұнары сөзсіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Міндетті түрде YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен достар, ыдысымызға қантымызды бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымыздың барлығын қоспаймыз. Алдымен жартысын қосып, үстіне разрыхлителімізді қосамыз да, осылай ең алдымен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымыздың және де разрыхлителіміздің қалған бөлігін қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей қамырымызды енді таза пакетімізге салып, 15 минут 20 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша начинка дайындаймыз. Жұмыртқа, 2 жұмыртқа немесе 3 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Шекерімізді қосып араластырамыз. Одан соң қаймақ, менде 20% президент қаймағы. Неғұрлым қаймақтарыңыз жақсы болса, соғұрлым начинкасы дәмді болып шығады. Жүгері крахмалын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Төменге видеоның астына описанияға рецепті қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырам. Жақсылап араластырамыз. Мінекей начинкамыз дайын болды. Енді қамырымыз да дайын болып қалды. Форма менде 22 см. Осыған астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай біркелкі етіп, қолымызбен осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Одан соң шетіндегі бортиктерін бірдей етіп кесіп аламыз. Қамырларыңыз жұқа болған жерлерге артылған қамырды қосып шықсаңыздар болады. Енді начинкамызды құямыз. Алдын ала пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Менде осындай шие қосып қойдым. Сүйегін алып, сіздер малина қоссаңыздар да болады. Енді достар, пирогымызды 180 градуста 30-35 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Қараңыздаршы, тестасы алтын түстес, өте керемет болып шыққан. Бұл пирогтың рецептімен сіздер заказға істесеңіздер де болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнары сөзсіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоны жібермемес үшін YouTube арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін белгілеп қойды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.